Кеш жарық. Мен Сарқан гуманитарлық колледжінің 402 топ білімгері Қайрат Ұлбекжан. Диплом алды тәжірибе пәні бойынша мен вокалдық үйірме ашқан болатынмын. Вокалдық топ үйірме аты The Song. Бүгін біз вокал үйірмесі бойынша үлкен топ оқушылармен жұмыс жасаймыз. Біз үлкен топ оқушысы Нұрислам және Еркежан. Ең алдымен вокал сабағы бойынша тыныс алумен жаттығу бастаймыз. Біз вокал үйірмесінде сабақ бастамастан бұрын ең алдымен базовый жаттығу, тыныс алу жаттығумен айналысамыз. Оқушыларымызға үйреткенде грудное, брюшное, дыхание ниже пояса, дыханиялық типтерін үйрендік, тыныс алу типтерін. Сонымен біз тыныс алу жаттығуын бастайық. Нұрислам, Еркежан, қолымызды белімізге қоямыз. Қабырға тұсымыз, диафрагма тұсын қысамыз. Қазір мен метрономның темпо бойынша тыныс аламыз. 1, 2, 3 дегенде тынысты шығарамыз. Үшке тыныс аламыз. 1, 2, 3. 3. Өзімізді қолға аламыз. Қатты қысамыз. Жақсы. Тыныс алу бас айналғаннан кейін және комфорттық деңгейден асқаннан кейін біз тоқтатамыз. Демалыс үзіліс болады. Бұл жерде біз дауыс сапасын, дауысты толыққанды өзінің тембрына сай жұмыс жасау үшін дауыстың объемы, көлемі дейміз ғой, соны жақсарту мақсатында тыныс алу жаттығуларын істейміз. Бұл болашақ әншілер үшін үлкен оразан сол, оразан зор табыс алып келеді ән айту бойынша. Мінекей бас айналу сезімдері туды ма? Демаламыз 1 минуттай. Ал біздің келесі тыныс алу жаттығуымыз стаккаталық жаттығу. Бұл бізге белсенді диафрагманың жұмысын жақсартады белсенді түрде. Біз әдетінше терең тыныс аламыз, диафрагма тұсына брюшное дыхание қысамыз және диафрагма арқылы іштегі дыханияны сыртқа шығарамыз. С әрпі арқылы счет 5-ке дейін. Белсенді түрде. Бұл тыныс алу жаттығуы, стаккатта жаттығуы, белсенді түрде қабырға асты, көкет, бұлшықеттің жұмысын жақсартады. Бұл арқылы әнші өзінің тынысын, орыс тілінде айтқанда регулировка, басқара алады. Жоғары қалған кезде бізге бұлшықет төмен басу керек. Бізге дыхание ниже пояса жоғары нотаға көмектеседі. Бұл белсенді жаттығу өзінің пайдасын орамзор зор тигізеді. Келесі біздің базалық тыныс алу жаттығуы. Брюшное дыхание ішке аламыз. Оны 10 секунд ұстап, ақырын С әрпі арқылы асықпай шығарамыз. Брюшное дыхание аламыз ішке. Ұстаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ақырын шарт кесіп қойғандай. Bir қалыпты тыныс шығару керек. Жаттығудың дұрыс жасалып жатқанын біз бас айналу секілді белгілерден білеміз. Секірмен ұстаймыз. Өте жақсы. Бұл жаттығу түрі әнші лирикалық өлеңдер айтқан кезде, белгілі бір нотаны созатын кезде пайдаланады. Бұл өте жақсартады. Жалпы ән айту ережесі 6 түрге бөлінеді. Олар бізде қалай, Еркежан? Дұрыс тыныс алу, дауыс қою, резонатор айту, тік тұру, денені еркін ұстау, музыкалық қабілетті арттыру және үннің таза интонация. Келесі жаттаймыз, жаттап келеміз сабаққа. Дауыс аппараттарының құрылысы бізде нешеге бөлінеді, Нұрислам? 5-ке бөлінеді. Қандай? Ерін, тіл, таңдай, жұмсақ таңдай, сосын тамақ. Өте керемет, жақсы. Осы ән айту ережесінде ең маңыздысы, ең абзалы бізге керек жұмыс жасайтын ағзалар десек қателеспейміз. Бізде резонаторлар.
Резонаторлар бізде нешеге бөлінеді? Резонатор. Екіге бөлінеді. Грудной және головной. Өте керемет. Қысқартып айтқанда, жақты мағыналы түсінікті айтқанда, бас және кеуде тұс сүйектерінің жаңғырық дыбысын шығару. Бұл дауыстың таза шығуы, сапалы және жоғары төмен ноталарда айқын бояуын көрсету мақсатында көмектеседі. Ал біздің келесі вокалдық жаттығу түрі резонаторларды ояту. Ол бізде екінші қағида. Резонаторларды оятуға арналған жаттығуларға бізге бастысы дауыс аппараты ерін алдыға шығып тұру керек, тістер бір-біріне тимеу керек, тіл жатып тұру керек. Осы сәтте кеуде және бас резонаторлары бір-бірімен тығыз байлана жұмыс жасайды. Мынандай распевка істейміз. Бір, екі, үш бастаймыз. Бұл сәтте шеке, маңдайда вибрацияны сезуіміз керек. Сонда дұрыс жұмыс жасап жатыр деген сөз. Келесі біздің жаттығу жабық дыбыстардан ашық дыбыстарға өту жаттығуы. Алдындағы жаттығудың позициясын ұстап отырып, оның соңына А әріпін қосамыз. Жаттығу былай жасалады. Бәрі бір тыныста жүзеге асырылады. 1, 2, 3 бастаймыз. Келесі біздің жаттығу жоғарғы ноталарға арналған жаттығу. Р әріпі бізде таңдайдың тығыз жұмыс жасауына әсерін еткізеді. Бізде қатты таңдайдың жұмысы Р әріпінде белсенді жұмыс жасайды. Ол жаттығу былай. Р әріпіне акцентті түсіреміз. Түсінікті болса бастайық. 1, 2, 3. Бізде ән айту ережесінің 6-шы қағидасы музыкалық қабілетті арттыру. Бұл қағида бойынша бізге жақсы септігін тигізетін вокалистер болып табылады. Қазір жақсы вокалист қазақ халық әні Япырай әнінің вокалистін өткіземіз. Ол бізде мынандай.
бастайды. Керемет, жақсы. Еркежан, дайынсың ба? Келесі біздің жаттығу тыныс алу мен дауысты біріктіре отырып, іштегі тынысты белгілі дыбыстармен үнемдеп шығару жаттығуы. Бізге керекті дыбыстар И, Э, А, О, У, О, А, Э, И. Қане бірге бастаймыз. Осымен біздің бір күндік дауыс жаттығулары аяқталды.